Саламатсыздар ма? Бүгін қарастыратын тақырыбымыз кешегі лекцияның жалғасы поликарбонаттар. Қарастыратын сұрақтарымыз поликарбонаттарды әртүрлі әдістермен өндіру. Екінші сұрақ алу тәсіліне байланысты поликарбонаттардың қасиеттері және қолданылу аймағы. Поликарбонаттар көмір қышқылының және диокси қосылыстарының полиэфирлері. Олардың ішіндегі ең бағалылары поликарбонаттар. Олар келесі құрылымды ароматты диокси қосылыстар, диокси дифенил алкандар немесе бисфенолдар негізінде алынады. Бұлардың структуралық формуласы сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Мұндағы R тізбекті немесе тармақталған құрылымды алкандар радикалы. Поликарбонаттарды алудың негізгі өндірістік тәсілдері келесідей. Бірінші, бисфенолдарды органикалық еріткіштерде реакцияның қосалқы өнімі тұз қышқылын байлайтын үштік органикалық негіздер қатысуында фосгендеу немесе бұл ерітіндіде поликонденсациялау механизмі бойынша өтеді. Екінші, фазалар бөлінуі бетінде үштік аминдердің каталитикалық мөлшерлерінде сілтінің сулы ерітіндісінде ерітілген бисфенолдарды фосгендеу. Бұл процесті фаза аралық поликонденсация механизмі бойынша өткізеді. Және үшінші тәсіл, көмір қышқылының ароматты эфирлерін диарил карбонаттарды бисфенолдармен периэтерификациялау. Бұл процесті балқымада поликонденсациялау тәсілі бойынша өткізеді. Поликарбонатты алуға ең кең қолданылатын дифенилол пропан. Ол поликарбонат түзілу реакцияларының келесідей схемаларын, өту схемаларын қарастырған. Фосгендеу схемасы және периэтерификация тәсілі. Ерітіндіде поликонденсациялау тәсілі пиридин немесе пиридиннің метилен хлоридпен қоспасы және фаза аралық поликонденсация тәсілі. Мұнда бір фаза бисфенолдың сулы сілтілі ерітіндісі болса, екінші фаза метилен хлорид, гептан, дибутил эфирі және сумен араласпайтын басқа еріткіштер болуы мүмкін. Жоғары емес температурада жүзеге асырылады және әртүрлі молекулалық массалы поликарбонат алуға мүмкіндік береді. Бірақ олардың әрқайсысында компоненттердің ерітілген ерітінділері қолданылады және осыған байланысты көлемі үлкен аппаратура пайдалануға, органикалық еріткіштерді регенерациялап, шаю суларын тазалауға ұшыратуға тура келеді. Периэтерификация тәсілі жоғары тазалықты поликарбонат алуға мүмкіндік береді және еріткіш пайдалануды қажет етпейді. Тек жоғары температураларда 250-300 градус Цельсий өткізіледі. Поликарбонат синтезінің негізгі өндірістік тәсілі дифенилол пропанды фосгендеу. Осы тәсілмен поликарбонатты алу келесі негізгі операциялардан тұрады. Біріншісі, дифенилол пропанды фосгендеу. Екінші, полимерді шаю. Үшінші, поликарбонатты суспензиядан тұндыру және бөлу. Технологиялық схеманың жұмыс реті келесідей. Реакторға екінші аппарат дифенилол пропанның сулы сілтілі ерітіндісі, метилен хлорид, түзіліп жатқан поликарбонат еріткіші және катализатор, төртіншілік аммонийлі негіздің тұзы беріледі. Содан кейін 20-25 градус Цельсий температурада фосген енгізіледі және реакция жылуы реактор жейдесіне су берумен төмендетіледі. Түзілген тұтқыр поликарбонат ерітіндісі шайғышқа 5-ші аппарат бағытталады. Онда ол сумен және ерітілген тұз қышқылымен шайылады да, содан кейін сусыздандыру аппаратына 6-ші беріледі. Су булары насадкалы колонна 7-ші аппарат арқылы дефлегматорға 8-ші аппарат өтеді де конденсацияланады. Полимер ерітіндіден 9-ші аппаратта метанолмен немесе ацетонмен тұндырылады. Полимер суспензиясын нуч фильтрде 11-ші аппарат немесе барабанды фильтрде фильтрлейді. Фильтрат
тұндырғыш пен еріткіш регенерациясына, ал полимердің ылғал ұнтағы гребокты вакуум кептіргішке 12-ші аппарат беріледі, ал одан экструдер грануляторға 13-ші аппарат бағытталады. Алынған поликарбонатты өңделуі термопасттарға қолданылатын тәсілдермен өткізіледі. Поликарбонаттарды қысыммен құю, экструзия, вакуум формалау және тағы басқа тәсілдермен өңдейді. Поликарбонатты механикалық өңдеуге жеңіл ұшыратуға болады. Поликарбонаттың негізгі артықшылықтары жоғары соғу тұтқырлығы, одан алынатын бұйымдар өлшемдерінің тұрақтылығы, жоғары термотұрақтылық және диэлектриктік қасиеттері жоғары болады. Сонымен қатар, бұл материалға оптикалық мөлдірлік тән болады. Поликарбонатты машина жасау өнеркәсібінің және электротехникалық детальдар жасауда кеңінен қолданады. Поликарбонаттар туралы толық мәліметті ұсынылып отқан әдебиеттен қарауыңызға болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.